16-17 ғасырлардағы қазақ халқының мәдениеті. Құрметті балалар, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз 16-17 ғасырлардағы қазақ халқының мәдениеті. Бүгінгі сабақта қазақ халқының мәдениетімен танысып, одан ғибрат алу мақсатында бабалар өркениетіне сапар шекпекпіз. Сонымен мәдениет латынның культура, өңдеу, егу деген сөзінен шыққан. Табиғат аясындағы адамның әрекеті арқылы жасалатын өзгерістер. Мәдениетті адам жасаған екінші табиғат деуге болады. Мәдениет материалдық және рухани деп бөлінеді. Материалдық мәдениет. Қазақ халқының материалдық мәдениетіне мыналар жатады: тұрғын үй, киім-кешек, тағам түрлері, құрал-сайман, қару-жарақтар. Қазақ халқының тұрғын үйінің екі түрі болған. Оның бірі киіз үй және қысты күні тұратын шымнан, балшықтан немесе тастан салынған жылы үй. Киіз үй көшіп қону барысында ыңғайлы, жеңіл, құрама үй. Киіз үй көшпенділердің тез жығып, шапшаң тігуге, яғни көшіп қонуға ыңғайлы үйі. Ол көлемі мен құрылысына қарай қыстық және жаздық болып екіге бөлінген. Киіз үйдің негізгі бөліктерін шаңырақ, кереге, уық құрайды. Киіз үйдің көлемі қанатпен, кереге бөліктерімен өлшенген. Әрбір кереге 36 сағанақтан тұрған. Керегенің екі түрі бар: жіңішке, шыбықшалы, торгөз, жауын шыбықшалы, желгөз. Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын. Қазақ үйдің киесі шаңырақтан бастау алады. Шаңырақ қасиетті. Шаңырақ күннің нышаны. Шаңырақтың төрт күлдіреуші төрт тарапты білдіреді. Уықтарды күннің шашырандысы деп ұғыңыз. Шаңырақтың астында ошақ орналасады. Ошақ үйдің берекесі. Киіз үйдің есігі әдетте шығысқа қаратылады. Бұл күннің сәулесі үйге бірінші түссін дегенді білдіреді. Есікке қарама-қарсы бетте төр. Төрдегі адам есікке қарап отырады. Төрдегі адам төрелік айтады. Төр ақ пен қараның ара жігін ажырата алатын адамның орны. Төрде отырып билік айтқандар мемлекет билігіне дейін көтерілген. Қазақтардың киім-кешегі. Қазақтардың қысқы киімдері қатарына күпі, ішік, тон, шекпен жатады. Негізінен қой, түйе жүндері мен терілері пайдаланылған. Бас киімдері елтірі, түлкі, басқа да аң терілерінен тігілген тымақ болды. Ер адамдардың аяқ киімдері биік өкшелі, қонышы тізеден жоғары саптама етіктер болған. Жұмсақ аяқ киім мәсі деп аталған. Былғардан тігілген кебіс, шәркейлері де болған. Әйелдердің киімдерінде негізінен жібек, мақпалдан тігілген. Бой жеткен қыздарына бағалы аң терісінен бөрік кигізіп, оған үкі таққан жас келіндер сәукеле киген. Әйелдердің тағы бір киімі кимешек. Әйелдер бастарына жаулық немесе күндік деп аталатын бас киім киген. Әйелдердің аяқ киімі негізінен мәсі болды. Қазақтардың ұлттық тағамдары. Негізгі кәсіби мал шаруашылығы болған қазақ халқының негізгі тағам түрлері мал өнімдері болды. Олар ет, сүт, май, қымыз, шұбат тағы да басқалары. Жылқы етінен қазы мен шұжық әзірленді. Сүт өнімінен айран, қатық, ірімшік, құрт сияқты тағамдар әзірленді. Отырықшы аудандарда қазақтар егін салып, бидай, күріш, тары, жүгері, арпа тағы да басқа өнімдерден түрлі ас даярлай білген. Мәселен, сөк, жент, тары көже, күріш көже тағы да басқалары. Өзен, көл маңына жақын қазақтар балық етінде пайдаланды. Қазақтардың рухани мәдениетін олардың наным сенімі, діні, тілі, әдебиеті, жазуы, дәстүрі, салт санасы құрайды. Ұлан байтақ кең далада мал бағып, күндерін табиғат құшағында өткізген қазақ табиғат құбылыстарын бақылап отырды. Нәтижесінде халықтың көп жылдық тәжірибелері қорытылып, жұлдызды аспан туралы астрономиялық түсініктер мен білімдер жинақталған. Қазақтар жұлдызды әуе картасын жатқа білді. Темірқазықты түнде жүріс бағытын бағдарлауға пайдаланды. Жетіқарақшы, ақбозат, көкбозат жұлдыздарын жақсы білді. Жетіқарақшы қазақтар үшін астрономиялық сағат болды. Мысалы, күзде түн ұзаған кезде қой күзетушілер аспандағы жетіқарақшыға қарап кезектерін ауыстыратын болған. Меркурийді таң жұлдызы деп, кейде кіші шолпан деп атады. Юпитерді есек қырған, Марсты қызыл жұлдыз, егіздерді
қош жұлдыз дейтін болған. Қазақтар көктемде 22 наурызды күн мен түннің теңелетін кезеңін Наурыз тойы деп атап өтуді ертеден әдетке айналдырған. 15-17 ғасырларда қазақ халқының арасында ауыз әдебиеті кең өріс алды. Қазақ ертегілерінің қатарында Ертөстік, Алтын Сақа, Асан Қайғы, Қарамерген тағы да басқалар болды. Батырлар жыры, Ер Тарғын, Алпамыс, Ер Сайын тағы да басқалары елін, халқын сыртқы жаудан қорғаған ерлер бейнеленеді. 16-17 ғасырларда қазақтар ресми түрде ислам дінін ұстанды. Алайда ислам діні көшпелі халық арасында терең тамыр жайған жоқ. Сондықтан халықтың бір бөлігі ислам дінін көпке дейін қабылдамай, тәңірге, күнге, аспанға, жерге, суға табынуға негізделген нанымды ұстады.